Таза Қазақстан акция аясында бізде қалдықтар деңгейі 0 кампус құру бойынша пластиктерімізді, қағаз макулатура дейміз ғой енді, соларды жинақтау бізде ғимаратымызда 37 экобокс орнатылған, қоқыстар салуға. Соларды жинап, сыртта өзіміздің арналған қоқыс жәшіктеріміз бар, сояққа жиналады. Сол жиналғаннан кейін бізде мекеме, қайта өңдеу мекемесі шыққан өнімнің бәрін Алматы мен Атырау бойынша заводтармен келісімшарттары бар, сояққа жіберіледі. Бізде сол алып кеткен салмақтарына байланысты, қағаз бен макулатура мен пластиктің салмақтарына байланысты біздің өзіміздің студенттерімізге айтады ғой, қағаз салфеткасы дейді, әжетхана қағаздары дейді, сосын қағаз стакандары беріледі.